Қазақстан менің отаным, ұлан байтақ далам, бейбіт және тәуелсіз елім. Әрбір жанға өзінің отбасы, туған туыстары, жолдастары ыстық болса, отан да адам баласына солай да ыстық. Отан десе адамның жүрегі үзіліп, жүрекке жылы болып есептелінеді. Отан үшін отқа түс күймейсің деген мақал бар. Расында да, отан үшін жаныңды қисаң, ол үлкен абырой. Отан үшін өлген адам өзі өлгенмен аты ешқашан өлмейді. Ең алдымен отанды қорғау үшін тынбай еңбек жасау керек. Бұл дегеніміз Алланың әрбір құлы өзіне тиесілі мамандығын алып, және оның пайдасын халыққа жарату. Әр адам өмір жолын таңдау табалдырығын аттағалы тұр. Адамның бақытты болуы осы таңдауға байланысты. Менің бала көңілімде, сәби жүрегімде, өзінің парасатты болмысымен сақталып қалған құрметті адам болса, ол ұстаз еді. Кішкентай кезімде мұғалімге қарап, оның әрбір іс-қимылын көзімен ұрлана бағып, қызыға қарап еліктейтінмін. Осы кездегі алаңсыз балалық шағымның бастау алған мамандықтардың мәртебелесі ұстаздық жолын таңдадым. Мен Манах Гүлдана Абдашим қызы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде математика пәнінің мұғалімі мамандығын қызыл дипломмен тәмамдадым. Білімді ары қарай жетілдіру барысында магистратурамды жалғастырдым. Қазіргі таңда номері 32 жалпы білім беретін мектеп ұжымында математика пәнінің мұғалімі қызметін атқарамын. Дүниедегі мамандық атаулының төресі ол ұстаздық. Әсілі, мұғалім барлық мамандық иесін тәрбиелейтін, оқытып үйрететін мейірімді абзал жандар. Мұғалім мамандығы барлық мамандықтың анасы демекші, ұстаз алдынан тәрбие алмайтын жан жоқ. Ұстаз берген тәрбие әрбір жанның өміріне жол сілтер шамшырақ секілді. Ғылым иесі, ғалым да, ел қорғаған батыр да, тілінен бал тамған ақын да, тегеуріні темір балқытқан жұмысшы да, егін салған диқан да, мал бағып терін төккен шопан да, көк күмбезінен әрі өткен ғарышкер де, бәрі ұстаздан білім, тәлім алған. Сондықтан ұлағатты ұстаздарға бүкіл адам баласы құрметпен бас иеді. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан деп Абай атамыз айтқандай, мұғалім тәрбиесі мен өнегесі оқушының болашақ азығы. Жақсы ұстазға кезігіп, тәлім тәрбие алған шәкірт өмір майданында мойымай күресіп, болашақ жолдарда бағытынан таймасы анық. Ұрпақ болашағы, халқымыздың келешегі қазіргі ұстаздардың қолында. Тәуелсіз ел атанып, төбемізге ту тігіп, тіліміздің мәртебесі артып, әлемге атымызды танытып жатқан кезеңде ұлттың, елдің болашағы, жас ұрпақ тәрбиесіне де мықты көңіл бөлінуде. Осы егеменді, тәуелсіз Қазақстанда өркениетке бастар жолдың бастауы мектеп десек, мектептің басты тұлғасы, жүрегі, ол мұғалім. Жаһандану заманында ұлттық бәсекелеге қабілетті болудың көрсеткіші білім деңгейімен өлшенеді. Сондықтан әлемдік білім кеңістігіне кірігіп, білім беру жүйесін халықаралық биікке көтеру кезек күттірмейтін өзекті мәселе. Бұл мәселені шешудің кілті ұстаздардың қолында. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер бүгінгі мектеп оқушылары. Мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелетін міндет ауыр деген еді. Ұрпаққа тәрбие беру, білім нәрімен сусындату екінің бірінің қолынан да келе бермейді. Сондықтан ұстаз болу жүректің батырлығы деп бағалауға болады. Мен өз мамандығыммен мақтанамын. Менің мамандығым, менің мақтанышым.